Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер жүйелері. Екі айнымалысы бар теңдеудің ең болмағанда бір қосылғышында айнымалының дәреже көрсеткіші бірден өзге сан болса, немесе қосылғыш екі айнымалының көбейтіндісі түрінде болса, онда теңдеу сызықтық емес теңдеу деп аталады. Ең басты айырмашылығы екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеудің графигі қисық сызық болады, яғни түзу емес. Екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеудің А. Бір шешімі болуы мүмкін. Мысалы, x квадрат қосу 5y квадрат тең 0 теңдеуінің жалғыз шешімі бар. Ол 0,0 сандар жұбы. Б. Бірнеше шешімі болуы мүмкін. Мысалы, мына теңдеудің 4 шешімі бар. 5,2, минус 5,2, 5 минус 2, минус 5 минус 2. В. Шешімі болмауы мүмкін. Мысалы, x квадрат қосу y квадрат қосу 1 тең 0 теңдеуінің шешімі жоқ. Себебі, екі санның квадраттарының қосындысы теріс емес сан болады. Г. Шексіз көп шешімі болуы мүмкін. Мысалы, x квадрат алу y тең 2. Бұл теңдеудің шешімдері мына сандар жұбы болады. 2, 2, 3, 7, 4, 14 және тағы сол сияқты. Берілген теңдеуді қанағаттандыратын сандар шексіз көп. Бірінші тест сұрағына назар аударатын болсақ, екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулерді табу керек. Дұрыс жауап саны 2 деп аталынған. Егер біз екі айнымалысы бар сызықтық емес теңдеулер не екеніне қайтадан назар аударатын болсақ, оның дәрежесі бірден жоғары, яғни тек қалатындары y квадраттан басталатын және 9x квадрат және де x 3-тен 2 дәрежесіндегі дәрежелер ғана осы теңдеулер сәйкес келеді. Енді келесі этапта олардың графиктеріне назар аударайық. Графиктері қисық сызық болуы тиіс. Ал енді жауабына зер салыңыздар. Келесі екінші тест сұрағы берілген теңдеулердің дәрежелерін табу керек. Біріншісі 2y квадрат минус 3x куб плюс 4x тең 2-ге тең. Теңдеудің дәрежесін анықтаған кезде ең үлкен дәрежесін аламыз. А нұсқасында ең үлкен дәреже ол 3x куб, сондықтан жауабы 3-ге тең. Екіншісінде екі айнымалысы көбейтіліп тұрса, олардың дәрежелерінің қосындыларын аламыз. Яғни 3y квадрат көбейтілген x кубтың y квадрат пен x кубты 2 мен 3-ті қосқанда 5 шығады. Сөйтіп жауабы 5-ге тең. С нұсқасында 3x квадрат плюс x жақшаның ішінде жақша ашылады, 4x минус y квадрат жақша жабылады, тең болады x. Бұл жағдайда жақшаны ашып көбейтуді орындау керек. Содан кейін жоғарғы дәрежелі айнымалыны анықтау керек. Оның жауабы 4-ге тең болады. Д нұсқасында да дәл солай, жауабы 4-ке тең болады. Тест номер 3. Минус 2, 3 сандар жұбы төмендегі теңдеулердің шешімі бола алады ма? Ол үшін минус 2-ні x-тің орнына қоямыз, 3-ті y-тің орнына қойып шығамыз. Және де жауаптары мынадай. А, Б және Д теңдеулері жауаптары сәйкес келеді. Яғни минус 2 және 3 теңдеулердің жауабы бола алады. Ал С нұсқасы сәйкес келмейді.